Дайын қалтажалардағы кофенің, құрғақ сүттің сапасы қандай? Жұмыртқадан жөн қырқатын өндірушілер оған қандай қоспалар қосуы мүмкін? Мұндай сусынды кімдердің ішпегені дұрыс? Оны қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының бөлім басшысы Насима Жүнісовадан сұрап білдік. Қазір кез келген дүкенде кездестіруге болады. Бағасы арзан, құрамында қант, кептірілген сүт бар, түрлі кофелер сатылады. Міне сол кофелерде кофенің өзінің негізгі мөлшері 15% ғана құрайды екен. Жалпы мұндай кофені тұтынған дұрыс па? Кептірілген сүт ол кілегейдің нағыз өзі бола қоймайды. Себебі нағыз кілегейді қосса, оның сақталу мерзімі қысқа болар еді. Ал жаңағы кептірілген сүттің өзінің құрамыны ең бірінші ол әртүрлі өсімдік майдарынан тұрады. Ол ең арзан түрлері, мысалы кокос майы, пальма майы деген сол секілді. Одан басқа әртүрлі жаңа сүттің ақуызы, ол тоже химиялық зат болып келеді. Сол секілді глюкоза деген, әртүрлі эмульгатор дейді, стабилизатор, жаңа қойландырып, артынан кофені бір консистенция беретінші. Сондай-ақ ана сүттің түрін беретін әртүрлі бояғыштар болады. Және дәмдің күшейткіштер. Бұның бәрі химиялық тамақ қоспалары. Насима Хашқызы, кофені жас ерекшелігіне байланысты ішкен дұрыс па? Мәселен, жастарға осындай мөлшерде ішу керек, егде жастағыларға мынандай мөлшерде ішу керек деген белгілі бір талап бар ма? Бұл ана кофеиннің әсеріне байланысты. Кофеин ең бірінші жаңа адам ағзасындағы тамақпен түскен или ағзадағы жаңағы калий, магний дейміз, кальций, Б дәрумендері, мысалы B1, B1, B6 дейміз, осындай дәрумендерді ағзаға сіңуіне көп кедергі жасайды. Бұл бір. Екіншіден, мысалы кальцийға тоқтасақшы, сол кальцийді өте көп деңгейде, мысалы адамнан ағзасынан шығаруға әсер етеді. Бұл деген кальцийдің енді жас аналар мен жүктік әйелдер болса, или жас балалар деп айтсақ, бұл ең бірінші баланың дамуына әсер етеді. Кальций, мысалы, бүкіл скелеттің түзілуіне әсерін береді ғой. Сол себепті жаңағы жас балалардың тісі өте кеш шығуы мүмкін, жаңағы нәрестелердің, бұл бірі. Ал әйел адамдарды, мысалы, менопауза басталады ғой, енді 40-тан 50-ден асқан кезде, сол кезде жаңағы сүйектіңдегі бүкіл кальцийлар кеткеннен кейін, жуылып кеткеннен кейін, тіндерінің арасы сирек болып ашылады. Остеопороз дейміз ғой, қол сыныққа, мысалы, апаларымыздың, аталардың қол сынып жатады ғой, мысалы, жамбасы сынып жатады. Бұл кальцийдің көптен адам ағзасынан шығуы. Сондықтан кофені неғұрлым көбірек қолданады, осындай зиянды әсері көп. Кофеин түскеннен кейін, жүректің әсері бергеннен кейін жиі демалу, мысалы, басталады. Пульс жаңағы жиілейді, сосудтар кеңейеді, жүрекке деген жүктеме көбейеді. Сапалы кофе дайындайтын кезде кофе дәнінің сорты мен оның өңделуіне жіті мән беру керек. Және оның барынша балғын болғаны абзал дейді бұл индустрияның өкілдері. Алайда біздің елде кофе дәндеріне қатысты арнайы мемлекеттік стандарт жоқ. Бұл да өз кезегінде тұтынушылардың дұрыс таңдау жасауына кедергі болып тұр. Ішші кофенің дәмдерін алу керек. Сол өздің кофенің дәмдерін үйде үгітіп, дайындап, үйде қайнатып, сол үйде ғана пайдалану керек. Мынау супермаркеттен алған келген үгітілген кофелар барлығы уланған деп айтуға болады. Иә, уланған деп тура мағынада айтқан жөн болмас. Бірақ бизнестің қарапайым заңы бар. Ол шикізатты барынша арзан алу, өнім бағасын мейлінше көтермеу және сол арқылы клиенттерді жоғалтпау. Міне сонда ғана тұрақты табыс табасыз. Ал тұтынушылардың таңдай қағып, тамсанып, қайтадан тапсырыс беру үшін кофені аздап сиқырлайсыз. Яғни хош иістендіргіштер мен дәм күшейткіштер, түрлі сироптар қоссаңыз жетіп жатыр. Олардың өздері жаңағы зат алмасуына өте қатты кедергісін тигізеді, жаңағы циррозға келуі мүмкін, қант диабетіне әкелуі мүмкін. Сол себепті бұл өзі кофенің мыңнан астам биологиялық белсенді заттар болғаннан кейін өте кең әсер тиеді адам ағзасына.
Ал кофенің қаншалықты табиғи екенін және құрамында дәмдік бояғыштардың бар жоғын үй жағдайында анықтауға болады. Ол үшін мынадай ыдысқа бір шым кофе салып, үстіне салқын су құю керек. Егер судың түсі өзгермесе, онда жолыңыздың болғаны. Ал түсі өзгеріп сарғыш тартса, онда қолыңыздағы кофе жасанды деген сөз. Оның зардабы да айтарлықтай көп болмақ. Олар қалай ауырады? Аллергия ауруға ұшырайды кофеден, және асқазан, ішектері ауырады. Содан барып язва болады, язва 12-перстіші, язва желудка. Неден болып түседі? Кофе іштік дейді. Порошок кофесін іштік дейді. Содан барып осындай ауру пайдалы болады. Және давление көтереді, аритмияға келтіреді, инфарктқа кейбір адамдарды келтіреді. Гастроэнтеролог мамандар да кофені жиі ішкенді құп көрмейді. Себебі соңғы уақытта асқазаны ауырып, ақ халаттылардан көмек сұрап келетіндер көбейген. Бәрі де сол дұрыс тамақтанбаудың салдары дейді мамандар. Гастроэнтерологияда кейбір аурулар, мысалға асқазанның ойық жарасы, асқазанның созылмалы қабынуы, гастрит деп айтып жатамыз, немесе гастроэзофагиальды рефлюксты ауру дегеніміз бар. Осындай созылмалы ауруларымыздың өршуі кезінде кофені ішу, жиі ішу зиян болып есептеледі. Өйткені аурудың одан сайын өршуіне алып келуі мүмкін. Десек те кофенің ойлау қабілетін тездететін, шешім қабылдау шапшаңдығын арттыратын қасиеті бар. Бірақ ол үшін табиғи кофені сүтсіз, қантсыз ішкен жөн. Жалпы мамандар біздің елде аталмыш сусынды тұтынудың мәдениеті әлі қалыптаспаған дейді. Кофенің өзін ішу мәдениеті бар. Мысалы, қандай мөлшерде сіз кофе ішіп отырсыз, сондай мөлшерде таза су ішу керек бірге, сумен бірге. Себебі кофенің деген жасуша ішілік сұйықтықты сыртқа шығару қасиеті бар. Яғни, сонда деген мысалы, кофені көп ішетін күніне бірнеше стакан ішетін адамдар бар да, мысалы, кофені бір күнде 1 литр ішу мүмкін. Сонда ол деген 1 литрдей суды ағзадан шығарды деген сөз. Кофеханаларда бұл сусынға қант пен сүтті қосу, оның пайдалы қасиетін біраз төмендетіп, керісінше зиянын арттырады. Сондай-ақ оны шамадан тыс көп ішу тәуелділікке әкеп соқтырады. Себебі адам миының тез ойлау мүмкіндігі бара-бара төзімділігін күшейтеді, оған ағза үйреніп қалады және бұрынғы доза жеткіліксіз болып тұрады. Дәлелді медицина саласынан зерттеулер жүргізіліп жатыр. Негізінен күніне 2 шыны немесе 3 шыны кофе ішкен, тағда тоқталып кетем, бұл табиғи қара қоспаларсыз кофе. Күнделікті тұрақты түрде пайдалану бауыр үшін өте пайдалы. Қазақстанда кофе дәндерін сатып алып, оны өз елімізде қуырып өңдейтін және алып сатумен айналысатын ұсақ компаниялар бар. Соның бірі Қарағанды қаласында. Олар шикізатты Еуропадан тапсырыс беріп алғызады. Сосын дәнді арнайы құрылғыда қуырып, қаптап еліміздегі кофеханаларға жеткізеді. Бірақ бұл сусын тұтынушыларға жеткенше бірнеше қолдан өтеді. Конечно. Әрине, тасымал мен қаптама сақтау шарты барлығында кофе дәміне тікелей әсер етеді. Шикізаттың температурасы мен ылғалдылығы тиісті деңгейде сақталуы қажет. Егер бұл параметрлердің бірі бұзылса, мәселен ылғалдығы артса, онда ол зеңденеді. Яғни шикізат зая кетті деген сөз. Себебі кофе дәні бөтен иісті де ылғалды да өзіне тартып алады. Ал керісінше, ол өте құрғап кетсе, қуыру барысында отынның иісі шығып тұрады. Бұл бизнесте талай алаяқты көрдік. Сондықтан өте мұқият болуды үйрендік. Қазақстанда кофе бизнесі 2008 жылдан бастап қарқынды дамыды. 10 жылдан астам уақыт ішінде аталмыш индустрияның да өз алпауыттары пайда болды. Шетелдік бренд компаниялар нарыққа кірді. Өмір сүру көрсеткіші орта деңгейді құрайтын әрбір қазақстандық бұл сусынды тұрақты тұтынады екен. Әсіресе Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында сұраныс жоғары. Ақтау мен Атырауда шетел азаматтары көп жұмыс істейтіндіктен, онда негізінен сапаға ерекше мән береді дейді сала мамандары. Ал премиум класты кофелер қарапайым супермаркеттерде сатылмайды. Себебі сақтау мерзімі 1-2 айдан аспайды. Сондықтан оны тасымалдап саудалау кәсіпкерлерге тиімсіз.
Сауда сөрелеріне кофенің түр-түрі қойылған, самсап тұр. Кейінгі уақытта шай құмарлардың емес, кофе құмарлардың еліне айналып бара жатқан секілдіміз. Айталық, іргедегі Өзбекстан халқының 99% шай ішкенді жақсы көрсе, гватемалықтар керісінше кофені құптайды. Кофе адамның сергек жүруіне көмектеседі дейді. Бәлкім жарнаманың да әсері шығар. Әйтеуір бұл сусынға сұраныс азайып жатқан жоқ. Бастысы, таяқтың екі шұбарын ұмытпаңыздар. Біз ескерттік, ал таңдау жасау әркімнің өз еншісінде.